Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің тақырып тәуелсіздік символы ұлттық теңге. Национальная валюта – это символ независимости. Жаңа сөздер. Шыққан жылы, год выпуска, бейне, внешний вид, төл теңге, национальная валюта, өңір, регион, мерейтой, праздник, арнайы, специальный, ерекше, исключительный, особенный. Балалар, біз ненің суретін көріп тұрмыз? Бұл ненің суреті? Бұл не? Дұрыс, бұл теңге. Бұл теңгені біз қазір қолданамыз ба? Қолдану, использовать. Біз қолданамыз ба? Мы используем? Жоқ, я? Әрине жоқ. Бұл біздің ең алғаш, ең бірінші шыққан теңгелер. Это наши самые первые теңге. Ал қазір біз сендермен мынандай теңге қолданамыз. Используем. Жақсы балалар. Яғни, теңгенің түрі өзгерген. Солай ма, балалар? Что такое өзгерген? Изменилось. Теңгенің түрі, вид, внешний вид, облик теңге изменился. Енді мына суретке қарайық, балалар. Мына бала, мына сұраққа жауап береміз. Баланың қолында не бар, балалар? Иә, дұрыс, баланың қолында ақша бар. Ақша бұл деньги. Ол ақшаны не үшін қолданады? Не үшін? Для чего қолданады? Использует. Бала ақшаны не үшін қолданады? Балалар. Дұрыс. Сауда жасау үшін. А что такое сауда жасау? Делать покупки. Бала ақшаны сауда жасау үшін қолданады. Жақсы. Әркімнің өз жауабы болуы мүмкін. Мүмкін, возможно, я? Әркімнің өз жауабы, у каждого может быть свой ответ. Айтылым. 30-шы бет, 2-ші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Жауап бер. Ответь на вопросы. Қанша ақшаң бар? Сколько у тебя есть денег? Дүкеннен не алғың келеді? Что ты хочешь купить в магазине? Не, что алғың келеді, хочешь купить. Желательное наклонение, да, ребята? Ол қанша тұрады? Сколько он стоит? Или сколько оно стоит? Сатып алуға ақшаң жете ме? Жете ме? Хватит ли денег, чтобы сделать покупку? Сатып алуға. Купить, да, ребята? Вот, посмотрите. Вы должны свободно уметь отвечать на эти вопросы. Отработайте, пожалуйста, ответы. Оқылым. 30-31 бет. Мәтінді оқы. Балалар, кітаптарыңды ашыңдар. 30 бетте мәтін бар. 3-ші тапсырма. Мәтінді мен оқимын, сендер тыңдаңдар. 1992 жылы 12 қарашада еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасына валюта енгізу туралы жарлыққа қол қойды. То есть 12 ноября 1992 году президент страны Нұрсұлтан Назарбаев подписал указ о введении денежных валют в Республике Казахстан. Ескі ақшаны ұлттық теңгеге айырбастау 15 қарашадан басталып, начиная с 15 ноября, 20 қараша күні аяқталды. С 15 по 20 ноября длилась, что у нас? Конвертация, то есть обмен валюты старой на новую. Бір теңге 500 сомға бекітілді. Было утверждено, что 1 тенге будет стоить 500 тенге в обмене. Ұлттық валютаны тенге, 100-ден бір бөлігі тиын деп атайды.
национальную валюту начали называть тенге, а сотую долю тиын. Ұлттық теңгені жасауға 2 жылдай уақыт кетті. Жасауға сделать 2 года длилось, да? Уақыт кетті. На создание национального тенге ушло около 2 лет. Теңгенің бірінші беті қазақ халқының ұлы тұлғалары бейнеленді. Теңгенің бірінші беті, первая сторона или лицевая сторона тенге, да, ребята? Были изображены великие личности казахского народа. Қазақ валютасын жобасын жасаған суретшілер, художники, которые создали казахскую валюту, да? Жобасы, проект казахской валюты – это Тимур Сулейменов, Меңдібай Айлин, Асымсалы Дүзілханов, Қайролла Әбжәлелов. Алғашқы ұлттық валютамыз Англияда, алғашқы тиындар Германияда жасалды, были сделаны. Тиын, копейки в Германии, а валюта, то есть тенге, в Англии. Тенгені елге 4 Ил-76 ұшақтарымен әкелді. Привезли на самолетах Ил-76. На 4 самолетах 4, видите, ребята? Ұшақтар Альбион еліне 18 рет қатынасты. Связывались, были там, да? 18 раз они ездили в Альбион. Төл теңгеміздің алғашқы партияларын сақтау үшін арнайы жерасты қоймалары дайындалды. Были приготовлены специальные хранилища, подземные, да? Смотрите, жер асты, подземные специальные хранилища для самой первой партии нашего тенге. Осы қоймалардан ұлттық теңгеміз еліміздің барлық өңірлеріне, банктеріне 8 күн ішінде жеткізілді. А слово «жеткізу» были доставлены в течение 8 дней во все банки нашей страны. Ұлттық валютада елдің өткені, бүгіні және болашағы бейнеленеді, изображены. То есть национальная валюта изображает или отражает наше өткен прошлое, бүгін настоящее и болашақ будущее. Ребята, просмотрите еще раз текст с переводом. В дальнейшем мы с этим текстом будем работать. Второе задание по тексту – это қою қаріппен берілген сөздердің антонимін тап. Найдите антонимы выделенных слов. Ребята, қою қаріп – это жирный шрифт, черный шрифт, да? А у нас они подчеркнуты. Ескі, ұлы, алғашқы, антоним. Қарама, қарсы сөз. Антоним – это, ребята, қарама, қарсы сөз. Противоположное по смыслу слова. Қанеке. Қарайық. Ескі, жаңа, ұлы, беймәлім, ұлы, известные, беймәлім, неизвестные. Алғашқы, первые, соңғы, последние. Ребята, мы должны знать антонимы данных слов. Оқылым 31-ші бет, 4-ші, 6-ші тапсырма. Қазір біз 4-ші тапсырмамен жұмыс істейміз. Балалар, кітаптарыңды ашыңдар. 30-ші беттегі мәтінмен жұмыс. Бірінші, біз дұрыс немесе дұрыс емес анықтауымыз керек. Анықтау, определить. Қазақстан теңгесі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы. Тенге является национальной валютой Казахстана. Балалар, дұрыс па? Әрине, дұрыс.
1992 жылы 15 қарашада еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасындағы валюта енгізу туралы жарлыққа қол қойды. 15 қарашада. Так, балалар, кітапқа қараймыз. Дұрыс па? Әрине, дұрыс емес. 15 қараша емес, 12 қарашада. Ұлттық теңгені жасауға 5 жылдай уақыт кетті. Қанекей, кітаптан қараймыз, балалар. Неше жыл уақыт кетті? 5 жыл ма? Бұл дұрыс емес. 2 жылдай уақыт кетті, около 2 лет. Алғашқы ұлттық валютамыз Англияда, алғашқы тиындар Германияда жасалды. Қанекей, кітапқа қараймыз, дұрыс па? Әрине, дұрыс. Теңгені елге 4, я 40 ұшақтарымен әкелді. Әкелдік, были привезены. Я 40. Кітаптан қараймыз, кітапты ашамыз, балалар. Дұрыс па? Жоқ, дұрыс емес. Ил 76 ұшақтарымен әкелінді. Төл теңгеміздің алғашқы партияларын сақтау үшін арнайы жерасты қоймалары дайындалды. Жерасты подземный қоймалары хранилище. Дұрыс. Осы қоймалардан ұлттық теңгелеріміз еліміздің барлық өңірлеріне, банктеріне 5 күн ішінде жеткізілді. 5 күн ішінде. Дұрыс па, балалар? Жоқ, дұрыс емес. 8 күн ішінде. Келесі тапсырма, балалар. Мәтінмен жұмыс, бос орынға вместо многоточий нужно подставить дұрыс жалғауларды. Жалғауларды. Правильно подставить и правильно прочитать. И нужно будет вам перевести данный текст. Келесі тапсырма. Балалар, жазылым, письменная работа. 31 бет. 5 тапсырма. Сөздерге тиісті қосымшалар жалғап жаз. Қосымша – это аффиксы, окончание. Тәуелдік жалғау, притяжательная форма окончания. Менің ақшам, сенің ақшаң, сіздің ақшаңыз, оның ақшасы. Біздің ақшаларымыз, сендердің ақшаларың, сіздердің ақшаларыңыз, олардың ақшалары. Записать правильно по закону сингармонизма, үндестік заңына байланысты дұрыс жазу керек. Жалғауларды белгілеп, определите окончание. Выделите их. Келесі тапсырма. 32 бет, 9 сөйлемді аяқта. Закончи предложение. Мен сатып аламын. Я куплю. Аламын образован с помощью суффикса «а», это будущее время глагола. Біз сатып аламыз. Сен сатып аласың. Сіздер сатып аласыздар. Сендер сатып аласыңдар. Простая форма. Ол сатып алады. Олар сатып алады. Тоже записать, выделить окончание и сделать пояснение. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.